атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің 2-ші курс студентімін. Бүгін бізде 2-ші видео дәріс, яғни бейне жазба кезінде кадрды қалай дұрыс алу керегін үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Бейне жазба кезінде кадрдағы объектінің әдемі шығуы бейне операторға тікелей байланысты. Демек, оператор жұмысы ерекше талантты талап етеді. Бұл дегеніміз, оператор өзінше бір суретші. Профессионалды тұрғыда жұмыс жасайтын бейне оператор кадрдағы объектіні, яғни кадрдағы адамды ешқашан буын тұсынан кеспейді. Бұл дегеніміз тізе немесе бел тұстан кесу ең үлкен қателік деген сөз. Есіңізде болсын, объектіні буындар арасынан кесіңіз. Бұл салада объектіні кадрлеудің 3 түрлі тәсілі бар. Олар жалпы кадр, орта кадр және ірі кадр болып бөлінеді. Жалпы кадр дегеніміз объектіні кадрда толықтай алу. Бұл кадрлеу түрі көбіне объектінің айналасындағы нәрселерді көрсетер кезде беріледі. Орташа кадр дегеніміз объектіні жартылай алу. Бұл кадр түрі диалогтар кезінде көп пайдаланылады. Ірі кадр түрі дегеніміз объектінің кеуде тұсынан жоғары қарай көрсету. Бұл кадр түрі объектінің эмоциясын көрсетер кезде пайдаланылады. Сіздің ескеруіңізді қажет ететін келесі жағдай объектінің айналасындағы бос орынға байланысты. Есіңізде болсын, объектіні ешқашан кадрдың ортасында алмаңыз. Егер сіздің адамыңыз оң жаққа қарап тұрса, оның оң жағында бос орын қалу керек. Ал егер адам сол жаққа қарап тұрса, оның сол жағынан бос орын қалдырыңыз. Осы қағиданы есіңізде сақтаңыз. Видеооператор шеберлігі пәні бойынша Жабаева Айгерім апайдың дәрістерінен қазіргі тәжірибемде ең керекті қағидалар міне осылар болады. Егер сізге де көмегім тисе, шын жүректен қуаныштымын. Есімім Нұрлыбек, сау болыңыз.